Бұл менің ең үлкен қателігім. Мен әкемді қарттар үйіне тапсырдым. Қазір айту оңай сияқты, бірақ сол кезде мен өзімді дұрыс істеп жатырмын деп ойладым. Әкем жаман адам емес еді. Керісінше өте қарапайым, үндемейтін, бірақ жүрегі жұмсақ адам болатын. Анам ерте қайтыс болғаннан кейін бізді жалғыз өзі өсірді. 2 жұмыс істеді. Кейде түнде келетін. Бірақ соған қарамастан бізді аш қалдырған жоқ. Біз үшін өмір сүрді. Ал мен сол адамның қартайған шағында оны жалғыз қалдырдым. Уақыт өте берді. Мен өстім. Үйлендім. Балалы болдым. Өз өмірім басталды. Ал әкем баяғы қалпында. Біртіндеп қартайды. Көзі нашар көре бастады. Жүрісі баяулады. Ұмыта бастады. Алғашында мән бермедім. Қартаю ғой дедім. Бірақ бір күні ол үйден шығып кетіп, жолын таба алмай қалған. Сол кезде алғаш рет қорықтым. Әйелім айтты. Біз оны қарай алмаймыз, балалар бар, жұмыс бар. Мен үндемедім. Ішімде күрес басталды. Bir жағында әкем. Екінші жағында өз өмірім. Күндер өтті. Жағдай қиындай берді. Әкем кейде түнде тұрып есікті ашып кететін. Бірде газды қосып қойып ұйықтап қалған. Сол кезде әйелім қатты айтты. Bir күні бәрімізді өртеп жібереді. Сол сөз шешім қабылдауыма әсер етті. Bir күні әкемді көлікке отырғыздым. Қайда барамыз? Деді. Мен жауап бермедім. Тек біраз жерге барып келеміз дедім. Ол сенді. Өйткені ол маған әрқашан сенетін. Қарттар үйіне жеттік. Есіктің алдында ұзақ отырдым. Түскім келмеді. Бірақ түсіп кеттік. Ішке кірдік. Bir түрлі иіс, үнсіздік, қарт адамдар көздері бос. Сол жерде жүрегім бір түрлі қысылды. Құжаттарды толтырдым. Әкем жанымда отыр. Ештеңе түсінбей. Маған қарап. Біз қайда келдік? Деді. Мен көзіме қарай алмадым. Біраз уақыт осында боласың дедім. Ол үндемей қалды. Сосын жай ғана. Сен кетесің бе? Деді. Сол сұрақ менің өмірімдегі ең ауыр сұрақ болды. Мен басымды изедім. Ол ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана. Жақсы деді. Реніш жоқ. Айқай жоқ. Тек тыныштық. Сол тыныштық мені іштен өлтірді. Шығып бара жатқанда ол артынан айтты. Балам, мен тоқтадым. Өзіңді күт. Сол сөз соңғы рет естіген әкелік сөз болды. Үйге келдім. Бәрі тыныш. Бірақ бір нәрсе жетіспейді. Үй бос сияқты. Бірінші күн, екінші күн жеңілдеп қалғандай болдым. Шынымды айтсам, жеңілдеп қалдым. Жауапкершілік азайды. Уайым азайды. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Bir күні түнде ұйықтай алмадым. Әкем есіме түсе берді. Қалай отыр екен, тамақ ішті ме, ұйықтады ма? Bir аптадан кейін бардым. Кірдім. Ол терезенің жанында отыр екен. Маған қарады. Бірден танымады. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Әке дедім. Ол жақындап қарады. Сосын ғана. Сен бе деді. Сол сәт менің ішім бір жола босап кеткендей болды. Қалайсың? Дедім. Жақсы деді. Бірақ көзі басқа нәрсе айтып тұр. Үйге қайтамыз ба? Деді бір кезде. Мен үндемедім. Қайтқым келеді деді ақырын. Сол сөз мені іштен күйдіріп жіберді. Бірақ мен әлі ерте дедім. Сол күні үйге қайтып бара жатып өзімді жек көрдім. Уақыт өтті. Мен сирек бара бастадым. Басында апта сайын. Сосын айына бір рет. Сосын мүлде бармай кеттім. Bir күні телефон соқты. Әкеңіздің жағдайы ауыр деді. Жүрегім зу етті. Бірден бардым. Ол төсекке таңылып жатыр екен. Көздері әлсіз. Демі әрең. Жанына отырдым. Қолын ұстадым. Ол көзін ашты. Маған қарады. Сол әлсіз күйінде келдің бе балам деді. Мен жылап жібердім. Әке, кешірші дедім. Ол басын сәл шайқады.
Кешіретін ештеңе жоқ деді. Сосын мен сені әрқашан жақсы көрдім, бұл оның соңғы сөзі болды. Ол көзін жұмды. Қайта ашпады. Мен сол жерде отырдым. Қолын ұстап. Жылап. Бірақ кеш еді. Өте кеш еді. Қазір уақыт өтті. Мен өмір сүріп жүрмін. Бірақ ішімде бір ауыр тас бар. Ол ешқашан кетпейді. Егер біреу менен сұраса, ең үлкен қателігің не? Деп. Мен ойланбай айтам, әкемді жерлеген күн менің өмірімнің ең ауыр күні болды. Адамдар келді. Туыстар. Көршілер. Бәрі айтып жатыр. Сабыр қыл, өмір ғой, әкең жақсы адам еді. Мен тек басымды изеп тұрдым. Ішімде ештеңе жоқ сияқты. Бос. Бірақ сол бос кеңістіктің ішінде бір үлкен ауырлық бар. Үйге келгеннен кейін бәрі басталды. Нағыз ауыр кезең. Бұрын жұмыстан келсем, әкем диванда отыратын. Телевизор қарап. Кейде мені күтіп отыратын. Келдің бе, балам деп. Ал қазір үйде үн жоқ. Сол орын бос. Бір күні әкемнің ескі заттарын қарап отырдым. Сөмкесін аштым. Ішінде бір дәптер бар екен. Ескі, сарғайған. Аштым. Ішінде жазулар, алғашында түсінбедім. Сосын байқасам, ол мен туралы жазыпты. Балам бүгін кеш келді, шаршаған сияқты сөйлеспеді. Баламның балалары өсіп келеді, мен оларға кедергі болып жүрмін бе екен? Мен кейде артық адам сияқты сезінемін. Осы жолдарды оқығанда қолым дірілдеп кетті. Әрі қарай оқыдым. Бүгін ол мені бір жерге апаратынын айтты, қайда екенін айтпады, бірақ мен сезіп тұрмын. Мен оған ауыртпалық болып кеттім. Мен сол жерде жылап жібердім. Өйткені ол бәрін түсінген. Бірақ ештеңе айтпаған. Келесі бет ол мені қалдырды, бірақ мен оны кінәламаймын. Өмірі қиын, мен тек оны сағынып отырмын. Мен енді шыдай алмадым. Дәптерді жауып, жерге отырып қалдым. Сол түні ұйықтай алмадым. Таң атқанша бір ой. Неге? Неге мен оны тыңдамадым? Неге жанында болмадым? Неге соңғы жылдарын жалғыз өткіздім? Келесі күннен бастап мен өзгере бастадым. Бірақ бұл өзгеріс кеш еді. Өте кеш. Балаларыма қараймын. Олар күліп жүр. Мен бір нәрседен қорқамын, бір күні олар да мені дәл солай қалдырып кетпей ме? Сол ой мені іштен жеп барады. Әйелім бір күні айтты. Сен мүлде өзгеріп кеттің. Иә. Мен бұрынғы адам емеспін. Мен бұрын уақыт жоқ дейтінмін, шаршадым дейтінмін, кейіндеп жүретінмін, ал қазір уақыт бар. Бірақ кеш. Бір күні қарттар үйіне қайта бардым. Сол есік. Сол иіс. Сол үнсіздік. Бірақ бұл жолы әкем жоқ. Бір апа отыр екен. Маған қарап. Балам, келдің бе? Деді. Мен бір сәтке тоқтап қалдым. Сол сөз әкемнің даусы сияқты естілді. Мен жанына барып отырдым. Ол мені басқа адаммен шатастырып отыр. Бірақ мен үндемедім. Ұлым келмей кетті, деді ол. Мен не айтарымды білмедім. Тек отырдым. Сол күні мен ұзақ отырдым сол жерде. Қарттармен сөйлестім. Кейбірі күтіп отыр. Кейбірі ұмытып кеткен. Кейбірі үмітін үзген. Сол кезде түсіндім, мен жалғыз емеспін. Мұндай қателікті көп адам жасайды. Бірақ бәрі кеш түсінеді. Содан кейін мен сол жерге жиі баратын болдым. Ерікті болып, көмектесіп, сөйлесіп. Бір қария маған бір күні айтты. Балам, сен біреуді жоғалтқансың. Мен басымды изедім. Кеш түсінгенсің, тағы да изедім. Ең бастысы, енді қайталама. Сол сөз менің өмірлік сабағым болды. Қазір мен күнде балаларымды құшақтаймын. Олармен сөйлесемін. Уақыт бөлемін. Бірақ әкем жоқ. Оның орны ешқашан толмайды. Кейде түнде отырып ойлаймын, егер сол күні оны алып кетпегенде мүмкін қиын болар еді. Бірақ ол жалғыз өлмес еді. Ең ауыр нәрсе не білесің бе? Ол мені соңына дейін ақтады. Кінәламады. Сол үшін мен өзімді кешіре алмаймын. Сондықтан егер сен осыны тыңдап отырсаң, атанаң тірі болса қасында бол. Телефон соқ. Құшақта.
уақыт бөл. Өйткені бір күні сен де мен сияқты отырып кешір дейсің. Бірақ ол сөзді еститін адам болмайды. Әкемді жалғыз қалдырғаным уақыт өте береді екен. Адам бәріне үйренеді дейді ғой, бірақ мен бір нәрсеге үйрене алмадым, әкемнің жоқтығына. Кейде жұмысқа бара жатып, өзім байқамай бұрынғы үйге бұрылып кетемін. Сосын ғана есіме түседі, ол үйде мені ешкім күтпейді. Бір күні балалармен отырып тамақ ішіп отырдым. Кішкентайым сұрап қалды: «Әке, сенің әкең қайда?» Қолымдағы қасық тоқтап қалды. Жауап бере алмадым. Біраз үнсіз отырдым да: «Ол жоқ енді» дедім. «Неге біз оған бармаймыз?» деді. Сол сұрақ жүрегіме тікелей тиді. Өйткені менің баратын жерім бар еді. Бірақ мен бармадым. Сол түні тағы ұйықтай алмадым. Әкемнің дауысы құлағымда: «Өзіңді күт». Балам, мен оны күтпедім. Келесі күні балаларымды алып қарттар үйіне бардым. Оларға көрсету үшін емес, өзіме көрсету үшін. Ішке кірдік. Балалар алғашында түсінбей қарады. Қарт адамдарды көріп үнсіз қалды. Бір ата келіп баламның басынан сипады. «Қандай жақсы бала» деді. Менің көзіме жас келді. Өйткені солай әкемде айтатын. Балаларым маған қарап: «Олар неге мұнда тұрады?» деді. Мен біраз ойланып қалдым. Өтірік айтқым келмеді. Кейде балалар ата-анасын қарай алмай қалады дедім. Ішімнен «Мен сияқты» деп қостым. Сол күні балаларымды қатты құшақтадым. Өйткені бір нәрседен қорқам, тарих қайталанбасын деп. Бір күні тағы да әкемнің дәптерін аштым. Бұл жолы аяғына дейін оқыдым. Соңғы бетінде былай жазылыпты: «Егер мен бір күні болмай қалсам, балам өз-өзін кінәламаса екен, мен оны түсінемін, өйткені ол жаман адам емес». Мен сол жерде отырып қалдым. Қағазға қарап жылап. Қарашы, ол мені әлі де ақтап отыр. Ал мен өзімді кешіре алмай жүрмін. Сол күннен бастап мен бір шешім қабылдадым. Мен тек өкінумен өмір сүрмеймін. Мен өзгеремін. Қарттар үйіне жиі баратын болдым. Біреуге тамақ апарамын. Біреумен сөйлесемін. Біреу жай ғана қол ұстап отырады. Бір әже бар еді. Әр барған сайын бір сұрақ қояды: «Балам, бүгін келесің?» деп ойладым. Мен күлімсіреймін. Бірақ ішімде бір ауыр сезім. Өйткені менің әкем де бір кезде дәл солай күткен. Бір күні сол әже қайтыс болды. Маған бір түрлі әсер етті. Өйткені мен тағы да кешігіп қалғандай болдым. Сол кезде түсіндім: уақыт ең қатал нәрсе. Ол күтпейді. Қазір мен өмірге басқаша қараймын. Ақша, жұмыс, шаршау бәрі екінші орында. Бірінші орында адамдар. Әсіресе ата-ана. Кейде жалғыз отырып әкеммен сөйлескендей боламын. Әкемен кеш түсіндім деймін. Ішімнен жауап жоқ. Бірақ бір тыныштық бар. Мүмкін ол мені кешірген шығар. Бірақ мен өзімді әлі кешірген жоқпын. Егер осы әңгімені тыңдап отырған адам болса, бір ғана нәрсе айтам: ата-анаңды кейін деп қалдырма. Уақыт жоқ деп алдама. Шаршадым деп сылтау айтпа. Өйткені бір күні сен де мен сияқты отырып, тағы бір мүмкіндік болса ғой дейсің. Бірақ өмірде екінші мүмкіндік әрқашан бола бермейді. Бір күні жаңбырлы кеште жұмыстан кеш қайттым. Көше суық. Жел соғып тұр. Көңілде сондай бір түрлі ауыр. Үйге кіргенде балалар ұйықтап қалыпты. Әйелім ас үйде отыр екен. Маған қарап: «Тамақ ішесің бе?» деді. Мен басымды шайқадым. Сөйледім деуге де келмей. Ішімде сөз жоқ. Бөлмеге кіріп, жарықты жақпай, қараңғыда отырдым. Сол сәтте бір дыбыс естілгендей болды. Балам, басымды көтеріп жібердім. Ешкім жоқ. Бірақ ол дауыс әкемнің дауысы сияқты. Мен өзіме өзім ашуландым. «Есің дұрыс па?» дедім. Бірақ шындық сол, мен оны сағынып жүрмін. Өте қатты. Кейде адам кеш түсінеді ғой кімнің қымбат екенін. Кімнің шын жанашыр болғанын. Мен де солай кеш түсіндім. Бір күні ескі альбомды аштым. Балалық шағым, әкем жас. Күліп тұр.
Мен кішкентаймын. Оның иығында отырмын. Сол суретке ұзақ қарадым. Есіме түсті, бір күні мен құлап, тіземді жаралап алғанмын. Жылап отырмын. Әкем жүгіріп келіп: "Қорықпа, мен бармын" деген. Сол сөз қарапайым сөз. Бірақ сол кезде маған бүкіл әлемдей көрінген. Ал қазір ол жоқ. Ал мен кеш қалдым. Бір күні балалармен серуендеп жүрдік. Кішкентайым қолымды ұстап: "Әке, сен бізді ешқашан тастамайсың ғой", деді. Мен бір сәтке тоқтап қалдым. Жауап беру қиын болды. "Жоқ", дедім ақырын. Бірақ ішімде: "Мен де солай ойлағанмын" деген ой өтті. Сол түні әйеліммен сөйлестім. Алғаш рет ашық. "Мен қателестім" дедім. Ол үндемей тыңдады. Мен әкемді жалғыз қалдырдым, даусым дірілдеп кетті. Әйелім де көз жасын тыя алмады. "Біз де қателестік" деді. Иә, бұл тек менің ғана емес, біздің қателігіміз еді. Сол күннен бастап біз бірге өзгердік. Балаларға көбірек уақыт бөле бастадық. Үлкендерді құрметтеуді үйреттік. Бір күні үлкен балам айтты: "Әке, мен өскенде сені қарттар үйіне тапсырмаймын". Мен күліп жібергендей болдым. Бірақ көзіме жас келді. "Оған жеткізбе" дедім. Мен кейде әкемнің қабіріне барамын. Үнсіз тұрамын. Сөйлеймін. Ішімнен: "Әке, мен сені кеш түсіндім, бірақ сенің маған бергенің мені адам етті". Жел соғады. Жауап жоқ. Бірақ бір тыныштық бар. Бір нәрсені анық түсіндім. Ата-ана бізден көп нәрсе сұрамайды. Оларға ақша да, байлық та керек емес. Оларға керек көңіл, бір ауыз жылы сөз, бір сағат уақыт, ал біз соны да қимаймыз. Менің ең үлкен өкінішім, әкем соңғы жылдарын менсіз өткізді. Жалғыз. Күтіп. Үмітпен. Ең ауыры, ол мені кінәламады. Сол үшін мен өзімді кешіре алмаймын. Қазір өмір жалғасып жатыр. Мен күліп те жүремін. Жұмыс істеймін. Балаларымды өсіріп жатырмын. Бірақ ішімде бір бос орын бар. Ол ешқашан толмайды. Егер сен осы әңгімені тыңдап отырсаң, өтінем, қазір бар да ата-анаңа хабарлас. "Қалайсың?" деп сұра. "Мен сені жақсы көремін" деп айт. Себебі бір күні сен де мен сияқты отырып, тағы бір рет сөйлессем ғой дейсің. Бірақ ол кезде кеш болады.